бір андай нормальный бір қонақтар таппадыңдар ма? Қайта-қайта әншілер шақыра беріп салбақтатып. Бір сіздің маманның ба, халыққа бір пайдасы тиіп жүрген адамдар жоқ па? Табылмады ма ондай? Армысыздар, құрметті көрермендер. Көрермен. Түсінбедім. Көрермен деген сөздің өзі бірден көпше түрде еді. Қате деп айтқыңыз келіп тұр ма сонда? Просто солай дұрысырақ деген. Армысыздар, құрметті көрермендер. Бұл Талғатпен сұхбат бағдарламасы. Және осы шоудың жүргізуші мен Тынбай Талғат, жүргізуші, жетекші, осы жерде басшы деген сияқты ғой жаңа. Өзім айтқым келген нәрселерді айта алам. Сөзім жүретін, өзім білемін деген сияқты ғой енді. Бүгін бізде қонақта өзін бірнеше жылдан бері әншімін деп жариялап жүрген халыққа Сейтжаппаров Арман Көмекұлы. Жариялап жүрген жоқ, мен просто халық солай қабылдайды ғой. Жоққа шығарғыңыз келіп тұр ма, қалай? Жоқ, мен просто өзім гитара тартып, ән жазып, сөйтіп жүргеннен кейін просто сен лайфстайлыңа қарап адамдар солай қабылдайды ғой, сен әнші екен деп. Өзім былай, ойбай, мен әншімін деп жатқан жоқпын ешкімге. Инстаграмда описаниемде де әнші не деп жазып қоймаймын ғой. Өздері ғой. Әншімін дегенге толықтай келісіп тұрсыз сонда өзіңіз, иә? Енді халық солай, ойбай, осы әнші екен деп жатса, әнші шығармыз. Жарайды, енді оны сұхбат барысында енді көре жатармыз. Әншісіз ба енді? Көптің бірісіз ба дегендей әнші сымақтары көп қой қазір. Қайсысын айта беремін? Сіз Forbes-та 30-ға дейінгілерден 30 адам деген тізімге кіріпсіз. Сол не үшін? Таныс арқылы. Ол жағын жасырмайсыз. Жасырмаймын. Таныс арқылы. Жалпы сол тізімді қарап шықтым, ішінде Садраддин, Еңлік, Аршат жүр. Не істеп жүргенін білмеймін. Нұрбек бар ғой еще дют. Бәріміздің танысымыз бар ғой. Ол Нұрбек танымайды екен. Жалпы бұл тізімді кім жасайды? Номері бар ма? Мен жоқпын ішінде. Мен оны түсінбедім. Қалай? 30 жасқа толмағансыз ба? Жоқ. Вот, үлгеруге болады ғой. Жылда объявлять етеді Батырхан Тоғайбаев деген кісі. Батырхан Тоғайбаев. Батырхан Тоғайбаев деген кісі. Батырхан Тоғайбаев. Маған шығасыз ба өтініш? Мен өзім шығуға менде уақыт жоқ. Үстіңізден мынау шапанға ұқсас шапанды көріп тұрмын. Бәрі дұрыс па? Енді 21-ші ғасыр дегенде ғой енді қазір. Бір футболкамен жүрсе де болады, шапан киіп. Күз ғой қазір. Салқын. Күзде ветровка деген нәрсе бар деген ме? Өзіме ұнайды. Ақбөпе деген қыз тігіп берді. Осыны единственный. Бүкіл әлемде жоқ бұндай қайталанбайды. Менде ғана бар. Сонда да бір шешіп қоясыз. Жоқ. Шешіп қоймайсыз. Жоқ. Жараспай тұр деген ме? Жоқ, жараспайды. Әдемі емес. Жоқ. Көркің жоқ сен просто. Адамның көркі болады ғой? Жоқ. Соны көрікті ашпай тұр. Жоқ, шешпеймін. Енді жарайды. Әдемі емес видеоны көруге тура келеді. Комментарий жазып кетіңіздер, бұл шапан жараса ма, жараспай ма? Басында костюм болған. Не істеп жүргенсіздер? Осы өнер адамы дегенді түсінбеймін. Қасыңызда бір нәрсені көріп тұрмын. Бұл зат не болды бұл зат? Ағаш қой. Жоқ, ағаш деген көріп. Сымдар бар.
Не бұл? Термос па? Папамда осындай термос бар еді осындай. Термос қой. Не істейді бұл сонда? Не мақсат? Бұны аласың ба? Домбыра деген сияқты. Бір жет көріп. Аспап болды ғой. Сүйемелдеп ән айтуға болады осы арқылы. Гитара аты. Жазық маңдайын тәкекіліңмен бүркіп алғаның, қара шашыңа қызыл орамалды таққаның, ата өнімді ерте тұрып түнде жатқаның, сені сүйгізіп түсіп жүр ғой менің мақпалым, қорғасыннан сұлу менің жан-жарым, орындалған таңғажайып арманым, сен үшін мен алда жүрмін әрдайым, қалқатайым айдайым, жүрегімнің жартысының иесі, жібін бол мен толайыншы инесі, кем жерді түзеп жүргенге де жетсін, екеуміз бірлесіп. Сіз құс жүрмеңіз, бір куплет қайырмамен қайырайын. Былай енді. Шыны керек, мен шынымды айтайын ғой енді. Шынымды айтайын. Ұнамады. Енді бетке айтқанға не жетсін ғой енді. Дұрыс. Ұнамады. Ана жері әсіресе. Білмеймін енді. О жерде. Не мақсат? Мүмкін орындаушыдан болар мәселе. Бәлкім Мөлдір Мұқан орындаса басқаша естілетін шығар, әдемірек болады шығар деген. Ашады. Әнді жалпы өз орындаушысын табу керек дейді ғой. Сол кезде ашылады деп айтады. Мүмкін таппаған шығар деген ма? Жарайды енді оған бола күрсіну бүйтіп керек емес. Өмір деген сияқты ғой. Біраз болды өнер жолында жүрсіз. Бір енді неге жақсырақ мықты әнші болып кетпейсіз? Жоқ, кешірім сұрайын, бұл орынсыз сұрақ болды. Так, сіз нота білмейді екенсіз ғой, ондай орынсыз сұрақ болды. Білемін ғой мен нота. Білмеймін дедіңіз ғой. Жоқ, білемін нота. Қандай нота онда? Тексеріп көрейік. Ақыры біледі екенсіз. Нотный стан деген бар ма? Сол жерде тексереді ғой, нотный грамотный. Бұлай тексере берейік. Қандай нота мынау? Мен абсолютник емеспін ғой. Жоқ, енді жаңа білемін дедім ғой. Жоқ, нотаның өзін танимын мен. Көрсем танимын дейсіз ғой. Көрсем танимын, парақтан. Бұлай естісең танымайсыз. Естісем танымаймын. Тағы бір көрейік онда. Мүмкін танып қаласыз. Екі нота оны. Болды. Білмейсіз ғой, Екі нота болды. Бұл нота емес. Мен сізге айтайын. Бұл жарнама. Авиасейлс. Авиасейлс KZ. Вау. Жалпы енді мен сізді енді жалпы өнер адамы деп енді олай ұнатпасам да енді. Бірақ бір әніңіздің бір жері ұнап қалды, бір-ақ жері. Бір сөзі. Ол жаңа қайсы ән еді? 20-21 деген, шолу дегендегі бір сөз бар. Сөз бар? Есіме түспей тұрған. Айтып берейін де сізге. Айтқан көрейік шал. Мен қазір тауып алармын, айта бересіз. Мектептегілердің кегілері келіп жүр қалаға, ой жеткендер мен серілердің
күнделіктерінде толған үштіктер мен екіліктер, блогерлер, тиктокерлер, инстамодельдер болғысы келеді қазіргілер, болып үлгергендер актер менен әншілікке құмар. Еске салып жіберші басындағы медің заңгерлер, программерлер, тілге шешендер, тірлік егемдер, бірлік егемдер, телефон сүйрегендер, үфтісі күйрегендер, мамандығын меңгермегендер, еріккендер. Так, бұл жерден бескен. Ары қарай жүре берекші. Су шпица жегірлер, жеуден тапма грегірлер, аваригендер, секілді алматыны алғаш көрген кейбірлер, тигірлер, үйжандерім дебір келет, едім мені сосын келіп жарнам етеді, ойынхананың интернеттегі. Бұл жерде емес. Хамірлер, хайландырлер, хандар мінгендер, мініп жүрмеңдер, одан өзгелерін грузабек, грузербектер, блогер ағалары тепкен, құлшынысын оятады жас жеткіншектің. Жоқ, мен қателесіп кеттім. Бұл сенің әнің емес екен. Маған басқа ән. Бейбіт Қорғанның шоқ қыздары. Мен сенің әнін шатастырып отырмын. Бейбіт Қорғанның шоқ қыздарында жанар оттай жанып деген жер екен. Қателесіп. Бейбіт ағаның әндері топ бұл. Қайда жоқ, сенің әнін шатастырып отырмын. Жақында концерт беріпсіз. Иә. Ол жерде де сол баяғы үйреншікті бір енді әдеттегідей ән айту, Солай енді жұмысым менің. Балай пайдалы болу деген сияқты енді халыққа. Пайдасының бәрі сол әннің ішіндегі сөзінде емес па, соның ішіндегі? Оның сөзін енді оқып отырмайсың ғой. Пайдалы болу жаңағыдай. Көп қой пайдалы болған несі. Біреуге көмектесіп жібер деген сияқты. Әннің сөзін оқып, одан пайдалы отпайсың ғой. Баяғы жартас сол жартас деп тұрсыз ғой. Жарайды оған ораламыз кейін. Достар, көбісіңіз арнаға тіркелмей көреді екенсіздер осы жобаны. Мен бұны дұрыс емес деп ойлаймын өз басым. 96%-дан астамы тіркелмей көреді екен. Бізде шығып тұрады ғой ютубтан. Не сұмдық бұл? Тіркеліңіздер каналға. Жаңағы тіркелу деген басыңыздар, қоңырау жағын басыңыздар, лайк, жаңағы не бар, соның бәрін жасаңыздар. Айтпесе, болмайды бұлай жүре беруге. Сіз маған мынаны айтыңызшы. Адай күйіне сөз жаз дейді. Е? Адай күйіне ол енді күлкім келді мен оқыған кезде. Рас па жалпы? Е, жаздым. Жазған кезде былай ойланбадыңыз ба енді былай не істеп отырмын деген сияқты күйге сөз жазған деген емес енді. Күйге адам сөз жаза ма? Ол күй ғой, сөзсіз. Мен енді жоқ, сондай өнер бар ғой қазақта. Түсінбедім енді өнерді. Мен ақымақ шығармын бәлкім. Жыр күй өнері бар ғой қазақта. Болған ғой кезінде. Осы 21 ғасырға дейін. Бірақ сол жоқ болып өшіп баратты да, мен шабыттанып жазғым келді, жаздым. Қазір жанданды, тағы да мен артынан жазып отырып басқа күйлерге сөз. Тағы бір күйге жазып өткен сөз. Күйдің бәріне сөз жазып тастап, күй жоқ болып кетпесін бір күн. Күй жоқ болып кетпейді ғой, мелодиясы ғой күй, сол сөздің. Өнерді жандандырам деп. Күйді әркім әртүрлі сезінеді ғой. Сол не сезінгенін жазып шықпай ма енді? Бұл жерде мен сөзімен жеткізе алып жатса, ауызымен жазып шықпай ма енді? Бұл еріккеннің ісі деп мен ойлаймын енді. Бұл жерде бос уақыт қанша уақыт кетті? Бір жыл уақыт кетті. Бір жыл уақыт дейді. Бір жыл ойымда жүрді. Қайран уақыт. Қанша уақыт? Жоқ, қайран кеткен жоқ, әдемі. Жоқ, шаштараз неге қолданбасқа? Осылай жүрген ұнайды маған. Определенно ұзындыққа дейін өсіріп аламын да. Анда-санда бір барып тұрамын, қатты зарып кеткен кезде. Шаштаразға аптасына бір рет барып тұруға тура келеді, точно. Окантованный болып жүруге. Шаш деген тез өседі жас кезде. Или тықырлап алып саған жақсы көремін, или болмаса осылай жүрген ұнайды. Ортасы жоқ дейсіз ғой, или былай, или былай.
или былай өсіп жатқан тықырдан бір рет 2 жылда бір рет тықырлап жаңалап тұрамын. Сол кезде өсіп жатқан период болады, өсіп жатқан кезінде бір рет кішкене өсіп қалған, сосын бүйтіп жалбырай бастаған, барабаш бола жарайды, бастаған. келесі сұраққа көше берейік. Ол не үшін мысалы көрерменге қызық деп ойлаймын. Аха. Сіз Просто өзін шаш- қозғағаннан кейін сол шашты. Сіздің шашыңыз талқылап мына жерден басқа маңызды іс жоқтай. Аха. Жалпы мынау енді бағанадан бері көріп отырмыз ғой. Образың бір тым орысша айтқанда яркий дейді ғой. Иә, шаш өсіргенсің, шапаның бар, галош киетінің бар, Қыста. очки мен осының бәрі бір нашар әнші екеніңді жасыру деп білмейсің ба осы? Нашар әнші екен дейсің ба? Иә. Мен өзім солай білемін. Нашар әнші екен дейсің ба? Нашар әнші. Мен жалпы кім шақырды? Негізі Тима шақырды да меніңше, менеджерімше. Просто мен келем деп ойлаймын, өзің шақырдың, өзің анау дедің. Құрметті көрермендер, енді осымен шоуымыз тәмам. Қош, сау болыңыздар.